Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Мен Искакова Алтынай Мұратқызы, арнайы пәндер оқытушысы. Кәсіпорынды техникалық жабдықтау және еңбекті қорғау пәні бойынша сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сауда автоматтары және оның техникалық сипаттамасы. Сабақтың мақсаты сауда автоматтарының түрлерін, маңыздылығын және мақсатын түсіндіру. Студенттерді қызықты жаңа ақпараттармен таныстыру болып табылады. Сауда автоматтары бұл сатушының қатысуынсыз сату процестерін жүргізетін құрылғы. Автоматтар арқылы сауда жасау халыққа қызмет көрсетудің тиімді жолы болып табылады. Себебі автоматтар арқылы халықты азық-түлікпен қамтамасыз етуді ұйымдастырудың тиімді жолы бұл сауда автоматтары болып табылады. Сауда автоматтар келесі түрлерге жіктеледі. Өнімдерді сататын автоматтар және халыққа қызмет көрсететін автоматтар болып екі түрге бөлінеді. Өнімдерді сатуға арналған автоматтар белгілі бір өнімге маманданады. Оларды мысалға келтіретін болсақ, кофе өнімі, шырын және жылдам тамақтанатын өнімдерді жатқызуға болады. Және екінші түрі бұл халыққа қызмет көрсету автоматтары. Олар тіске басарлар, ыстық дайын тағамдар, мысалға айтатын болсақ, пицца өнімдері, попкорн өнімдері, сағыз және мақта өнімдерін айтуға болады. Сауда автоматтары тиындарды қабылдай алады және артық ақшаны қайтарып бере алады. Сауда автоматтары зауыттарда, мекемелерде, ірі дүкендерде, бензин құю станцияларында, темір жолдағы мейрамхана, вагондарда орналасады. Олар әдетте ең қолайлы жерлердегі сауда алаңдарын жалдайтын және автоматтарға қызмет көрсетумен айналысатын ерекше фирмаларға тиесілі болып келеді. Сауда автоматтары тұтынушыға тәулік бойы сауда жасау мүмкіндігін береді және өзіне өзі қызмет көрсетуді ұсынады. Сонымен қатар бұзылған тауарларды сатып алуға мүмкіндігін азайтады. Сауда автоматтарының құрылысы бойынша келесі бөліктерді қарастырамыз. Шанақ, тауарларды сақтауға арналған ыдыс, үлестіргіштер, монета механизмі, температура режимін және қысымды ұстауға арналған құрылғы, электр жабдықтары мен автоматика элементтерінен тұрады. Біріншісі корпус. Машиналардың корпусы әдетте тиісті құлыптау қондырғылары және машина мен тапсырыс беру арасындағы функционалды байланыстарды қамтамасыз ететін барлық қажетті құрылымдық элементтері бар шкаф түрлерін айтады. Тауарларды сақтауға арналған ыдыс. Өнімнің түрлеріне байланысты бункерлердің, сөрелердің, ұяшықтардың, конвейер таспасы бар шкафтың, кассетаның немесе секцияның дизайны болуы керек. Сұйық тауарларды сататын автоматтарда сақтау ыдысын тығыздауға болады және одан сұйықтық сығылған ауаның немесе газдың қысымымен диспенсерге беруге болады. Автоматтағы мөлшерлеу қондырғылары. Өнімнің жалпы массасынан мөлшерде белгіленген дозаны немесе бөлікті бөлуге қызмет етеді. Дозаторлардың жұмысы әртүрлі беру принциптеріне негізделген. Көлемі, массасы, уақыты бойынша. Монета механизмі бұл машинаның ішінде түскен монеталарды басқаруды қамтамасыз ететін және оның атқарушы органдарына сигнал беретін машинаның негізгі құрылғыларының бірі болып табылады. Электр жабдықтары мен автоматика элементтері автоматтардың қажетті режимде жұмыс істеуін және осы режимдер бұзылған жағдайда олардың сөнуін қамтамасыз етеді. Машина тиесілі сыныпқа байланысты оның функционалдық ерекшеліктері бойынша электр жабдықтарының құрамы мен табиғаты кең шекте өзгеруі мүмкін. Сусындарды шығаратын машиналар 1890 жылдан бастап қалыптасқан. Алғашқы сусындарды сататын машина Парижде, Францияда орналасқан. Ең алғашқы сусын түрі сыра мен шарап болған. 1920 жылдардың басында алғашқы автоматтандырылған автоматика шыны аяқтарды шығара бастады. Бүгінгі таңда шыны аяқтарды қолдану ол сусындар сауда автоматтарында кеңінен қолданылады. Және қазіргі таңда сусындар сауда автоматтары ең танымал заттардың бірі болып табылады. Жапонияда жаңа піскен жемістер, көкөністер, ыстық тағамдар, аккумуляторлар, гүлдер, киім-кешектер, тіпті сушиді ұсынатын машиналарды ұсына отырып, автоматика машиналарын ең инновациялық пайдалану түрі беделге ие болды. Сауда автоматтарының ең көп орналасқан жері Жапонияда. Онда бір автомат 20 адамға келеді. ақш-та 35 адамға келеді. Ал Еуропада бұндай құрылғының бір данасы 120 адамға қызмет көрсетеді. Қорыта келе сауда автоматтары дүние жүзі бойынша кеңінен қолданылатын халыққа қызмет көрсету дәрежесін жоғарылататын қондырғы болып табылады. Және оның негізгі мақсаты халықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма сауда автоматтарының шығу тарихы бойынша презентация жасау.
Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.